Тәртіпсіздікке жол бермей, ел тыныштығын күзетуге ниет білдірген азаматтар қатары күн санап артуда. Бүгінде өңірде құрылған халық сақшылары жасағының құрамына 700-ден астам азамат мүше болып отыр. Түркістандық жастар қоғам белсенділері, танымал спортшылар және өзге де сала мамандарынан құралған халық сақшылары елімізде жүргізіліп жатқан антитеррорлық операцияларды қолдайтынын жеткізіп отыр. Облыстық полиция департаментінің өкілдерімен тығыз қарым-қатынаста бірлесіп жұмыс жасауға ниет білдірген еріктілер облыс арасындағы блок-бекеттердегі сақшыларға ыстық тағам таратуда. Арнайы бірінші жұмысымызды осы Түркістан қаласының маңында құралған блок-бекеттерден бастадық. Ол жердегі жұмыс жасап жатқан арнайы сарбаздарға және де осы мемлекеттік қызметкерлерге тамақ таратумен бастадық. Алдағы уақыттарда біз дәл осы жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз міндетті түрде. Еріктілер топтарға бөлініп, күндізгі уақытта полиция қызметкерлерімен бірге кезекшілікте тұруға кірісіп кеткен. Өңір басшысы ел басына күн туғанда көмекке келген белсенді азаматтарға алғысын білдіріп отыр. Халықтың арасындағы белсенділер, спортшылар, полиция қызметкерлері бірінші күннен бастап осы тәртіпке сақтауға өздеріңіздің үлестеріңізді қостыңыздар. Біздің облысымызда жағдай тұрақты, оған үлкен себепкер болған осы халқымыздың жоғарғы патриоттық сана сезімі, жер-жердегі ақсақалдар ұйымдарының белсенді жұмысы, өздеріңіз сияқты абыройлы жастар, спортсмендер бәрі атсалысты. Әлі де қауіп сейілген жоқ. Әлі де басқа өңірлерде өте күрделенген жағдай жалғасып жатыр. Халық сақшылары жасағы елді лаңкестерден қорғау үшін тұрғындарды бірлікке үндеп, күш біріктіруге шақыруда. Азиза Мадияр, Ербол Махашев, Нар Ньюс.